Баяғыда бір ауылда Арман есімді бала өмір сүріпті. Ол сабақты өте қатты жақсы көреді екен. Оның ең сүйікті пәні химия пәні екен. Бір күні химия пәнінен тәжірибе жұмыс болады. Тәжірибе жұмыс барысында қоңырау ұрып, барлық балдар сыртқа жүгіріп шығып кетеді. Жалғыз қалған Арман тәжірибені аяқтағысы келеді. Ал тәжірибе кактусқа жасалып жатқан болатын. Кактусқа қосатын ең соңғы екі қоспа қалған, қызыл және көк. Арман қызыл қоспаның орнына көк қоспаны қосып, өзінікін дұрыс деп санайды. Оның кактусқа құятын қоспасы дайын болады. Ол кактусқа қоспаның барлығын құйып жібереді, ешқандай өзгеріс болмайды. Сөйтіп, ызаланып барып кактусты лақтырмақшы болып кактусты ұстай бергенде кактустың инесі оған кіріп, ол сол жерде талып қалады. Есін жиып, орнынан тұрып, қолын жуайын деп қолына қарай берсе, қолы жап-жасыл. Қорқып, шошып кетеді. Айнаға қарайды. Айнаға қарап, кактусты көреді. Кактус адамды көріп, ол өзі екенін түсінеді. Кейін ол ауылдан кетіп қалады. Ол ұзақ жолға шығып кетеді. Ұзақ жол жүреді, шаршайды, шалдығады, бір жеге тоқтайды. Сол кезде ол біреулердің бір-бірімен асып жатқанын байқайды. Сосын ол кактустардың арасына барып, олардың атысқандарын қарап қызығып тұрады. Оны ворон байқап, оның қасына жақындайды. Есімің кім деп сұрайды. Ал ол болса үн-түнсіз іс-қимылмен көрсетеді. Ворон оның сөйлей алмайтынын түсінеді. Сосын ол, саған Спайк деген есім ұнай ма дейді. Ол қатты қуанады. Сосын Ворон Спайкты Brawl Stars'тың разработчиктеріне көрсетеді. Разработчиктер ең алдымен Спайкты сынап тексерістен өткізіп көреді. Спайктың кәдімгі атакасы тікенді бомбалар болатын. Оның ультасы шеңбер ішіндегі мұзды тікендер болатын. Ол мұзды тікендер басқа персонаждардың жылдамдығын төмендетіп, жанын азайтатын. Разработчиктер оны ойланбастан легендарный боец қылады. Ворон екеуі ылғи бір темада жүретін. Осылайша Спайк ең мықты легендарный боецтердің бірі болады.